Қайырлы күн 4-ші сынып оқушылары. Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымызды жақсы көңіл-күймен бастау үшін заряд алу ойынын ойнайық. Шаттық шеңберге барлығы тұрып, көздерін жұмады. Бастапқы бастаушы қолды 1 рет қысады, екінші айналымда 2 рет қысады, соңында 3 рет қысады. Бұл бастапқы бастаушыға барғанда қанша заряд жібергені бойынша қайта келуі керек. Жарайсыңдар, осындай көңіл-күймен сабағымызды жалғастырамыз. Оқушылар, есімізге түсірейікші. Алдыңғы сабақта қандай тақырыппен таныс болдық? Жарық көзі дегеніміз не? Жауын шашын дегеніміз не? Жауын шашынның түрлері қандай? Ауа қалай ластанады? Ауаның қасиеттерін ата. Желдің пайдасы қандай? Желдің зияны қандай? Зар шығару мүшелеріне не жатады? Тамаша, осы қалыптарыңнан таймаңдар. Мына жұмбаққа қараңдаршы. Енді осы жұмбақтың жауабын тауып көрейік. Соңыңнан қалмайды, тоқтасаң тоқтайды, үйге іздеп бармайды, тығылсаң таппайды. Ол не? Дұрыс айтасыңдар, көлеңке. Көлеңке деген не? Оның түр-сипаты қандай? Ол қалай пайда болады? Оны өзгертуге болады ма? Ендеше, бүгінгі тақырыбымыздан осы сұраққа толық әрі нақты жауап аламыз. Бүгінгі тақырыбымыз көлеңкені өзгертуге болады ма? Ал бөлім атауы табиғат физикасы деп аталады. Бұл тақырыптан сендер көлеңкенің өлшемі неге байланысты болатынын түсінесіңдер. Енді бейнебаянға назар аударайық. Театр теней нетрудно устроить самому. Сделай экран из простыни или большого листа бумаги. Потом в темноте подсвети экран настольной лампой. Между лампой и экраном ты можешь встать сам или вставить вырезанных из картона кукол. Твоя тень или тени кукол появятся на экране. Только зрители должны сидеть с другой стороны экрана, чтобы им было интереснее смотреть представление. Тим Тимыч, свет! Красота! Симка, ты просто настоящая красная шапочка! Здравствуй, внученька! Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше тебя видеть. Нолик, репетиция же идет. Волк смешно говорит. Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? Это чтобы скорее съесть тебя. Сдавайся, волк. Сейчас я тебя обезврежу. Ха-ха! Ты меня этой спичкой. Эй, этого в сказке нет. В сказке охотник нормальный. А я какой? Сам посмотри. Маловат ты для охотника. Ну и играйте без меня. Эх, придется охотника из бумаги сделать. Так, все, перерыв. Пойду чай попью, а то наелся бабушек. Нолик, не переживай. Волк большой, а я маленький. А мы тебя увеличим. Смотри, так больше? Вроде да. А так? Еще больше! Запомни, чем ближе ты к лампе, тем на экране ты больше. Класс! Каких только театров нет на белом свете. В драматическом театре актеры много и красиво говорят. В оперном театре артисты не говорят, а поют под аккомпанемент оркестра. А в театре балета никто не поет и не говорит. Все на сцене только танцуют.
Есть такие театры, в которых выступают животные. В театре зверей можно увидеть представления с участием собак и кошек, коз и голубей, медведей и тюленей. А вот в кукольном театре главные актеры куклы. Правда, они не сами играют. Ими все-таки руководят люди. Театры бывают разные, но мой любимый театр теней. Он самый красивый и таинственный. Сыныпта ойласа, Бабушка, және бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? А это чтобы лучше тебя видеть. Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? А это чтобы скорее съесть тебя. Қолшамға жақын Ух, орналассын. злодей! Қойылым қойылады. Волк! Осылайша қойылым кейіпкерлерінің көлемі мен көлеңкенің өзгеруін Охотник? Бұл зертханалық жарықшия. А зачем? Ты такой мелкий! Вдруг промахнусь! Жарық сәулесі денеге келіп түскенде Как дене так? оның жолына Голыми кедергі болады. руками! Кедергі, Мощный яғни дене үлкен болса, оның көлеңкесі де үлкен болады. Ал кіші дене жарық сәулесінің жолына аз кедергі жасайды. Сондықтан оның көлеңкесі кіші болады. Дегенмен, біз кіші дененің көлеңкесін бабушка понравилась. үлкен А мне дененің красная көлеңкесін шапочка. кішірейте аламыз. А мне Көлеңкенің охотник. өлшеміне Он такой дене сильный, мен жарық такой көзінің смелый. арасындағы А ара мне қашықтыққа әсер спецэффект. етеді. Олардың ара қашықтығын ұзарта немесе қысқарта отырып, көлеңкенің өлшемін өзгерте аламыз. Қазір бұл тәсілді көлеңке театрларында көп пайдаланады. Талдау. Біз көлеңкені пайда қылу үшін қандай заттар қолдандық? Қалай ойлайсыңдар, осы қолшамнан басқа да жарық көздерін қолдануға болады ма? Қандай жарық көздерін қолдана аламыз? Біздің жасаған зертханалық жұмыста кемшіліктер болды ма? Ал қолшамның орнына қарапайым шамды қолдансақ, оның қандай кемшіліктері, қауіпті жақтары болуы мүмкін? Дұрыс айтасыңдар, шаммен жұмыс істегенде өрт қауіпсіздігін сақтағанымыз жөн. Жақсы балалар, енді мына жағылған шамға қарайықшы. Не байқап тұрсыңдар бұл жерде? Яғни, шамның басындағы от жалыны көлеңкеде көрінбейді. Дұрыс айтасыңдар. Не себепті деп ойлайсыңдар? Ендеше, естерінде сақтаңдар. Көлеңке мөлдір емес затқа жарық сәулесі түскенде пайда болатын қараңғы зат. От бізде мөлдір зат. Сол үшін оның көлеңкесі болмайды. Және көлеңкенің үлкен не кіші болуы дененің өлшеміне және оның жарық көзі мен ара қашықтығына байланысты болатынын да естен шығармаймыз. Жақсы оқушылар, ал енді осы ұғынғандарымыздың бәрін бекіту үшін тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма – жұппен жұмыс. Сөз жұмбақты шеш. Көлденеңнен жарық сәулесі түспейтін кеңістік. Кештен бастап таңға дейін тәуліктің бөлігі. Тігінен табиғи жарық көзі. Жауабыңды тексер. Жұптық жұмысты да жақсы орындап шықтыңдар, жарайсыңдар. Ал енді өз бетімізше отырып, екінші тапсырманы орындап көрейік. Диаграммаға қарап, дұрыс толтыр. Жауабыңды тексер. Тамаша, бүгін сабаққа өте белсенді қатыстыңдар. Жарайсыңдар. Осылайша оқушылар, сабақтың соңы қорытынды сәтіне де келіп жеттік. Бүгінгі жалпы сабағымызға мен тұжырымдамасы рефлексиясы мен қорытынды жасайық. Үйге тапсырма: көлеңке неліктен өзгереді? Тапсырмасындағы сұрақтардың жауабын зерттеп, ізденіп келеміз. Осымен оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.